Ұлттық құндылықтар ұлттық түсініктің негізгі өзегі, ұлт болып қалыптасудың басты негіздерінің бірі. Түркістан шаһарында орналасқан әлемдік деңгейдегі туристік мекенге айнала білген. Әдетте сәулетшілердің жеке дара болатын кесене, мешіт, ханака, медресе құрылыстарының бір үлкен ғимаратқа сыйдыра білген аса ірі кешен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне бірге саяхаттайық. Дүниежүзіндегі мәдени мұра тізіміне енген ұлттық құндылықтарымыздың бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі 14 ғасырдың соңында Түркістан қаласында салынған ғимарат болып табылады. Тамыры тереңде жатқан бұл ғимарат Әмір Темірдің басқаруымен салынған екен. 12 ғасырда өмір сүрген шығысқа аты әйгілі көне түркі ақыны, сопылықты уағыздаушы Яссауиге арналған аксиологиялық ғимарат деп айтсақ та болады. Ахмет Яссауи қазақ халқының мәдени тарихында айрықша орны бар ұлы ақын, сопылық поэзияның негізін салушы, күллі мұсылмандардың рухани ұстасы болған ұлы ойшыл, діни қайраткер. Өз есімі Ахмет, есімінің алдындағы қожа, оның уағыздаушылық қызметіне берілген атау. Ал Яссауи ақынның қай жерден шыққандығын көрсетеді. Кесененің күмбезі орталық Азиядағы ең үлкен күмбездердің бірі. Оның диаметрі шамамен 18 метрді құрайды. Кесенеде шартты түрде 8 блокқа бөлінген 30-дан астам бөлмелер бар. Олар өзара шиеленіскен жолдармен, дәліздермен, сырмалы 2 қабатты сатымен байланысқан. Жарық ішке ағаш шарбақтармен бітелген терезелер арқылы кіреді. Жаңғырық адамдардың аяқ дыбысын алысқа алып кетеді. Жартылай қараңғылық, салқындық, тыныштық құлшылық етушілердің жүрегіне терең сенім мен үйлесімділік тудырады. Кесенеде орналасқан құнды жәдігерлердің бірегейі қазандық бөлмесінде тұрған қасиетті тайқазан. Бұл қазан 1399 жылы 25 маусымда Түркістан қаласының батысындағы 27 шақырым жерде орналасқан Қарнақ елді мекенінде сирек кездесетін мыс, мырыш, алтын, күміс, қола, қорғасын және темір сынды 7 түрлі асыл металдың қоспасынан құйылған. Бұл күнде тайқазан Қазақстан атты үлкен шаңырақтың қала берді күллі түркі жұртының берекесінің, тыныштығы мен бірлігінің нышаны қызметін атқарып жүр. Аты мұсылман әлеміне әйгілі, сопылық әдебиеттің ірі өкілі, кемеңгер ойшыл, ақын Қожа Ахмет Яссауи артына мән-маңызы өшпейтін елеулі асыл мұра қалдырды. Диуани Хикмет атты өлең тілімен жырлайтын туындысы қанша ғасырлар өтсе де өзінің өміршең құндылығымен мұсылман әлемінде жарық жұлдыздай ел жұртқа аумас бағыт беріп келеді. Бұл аты шулы жинақ несімен құнды, оның мәңгілігі неде дейсек, ең алдымен оның терең адамгершілікке құрылған мәселелердің сыр-сипатын айқара ашып түсіндіріп, бұл өткінші жалғанда неден үйреніп, неден жүйрену жолдарын көрсету деп жинақтап айтуға болар еді.